Сіздердің назарларыңызға математикалық сауаттылық оқу платформасын ұсынамын. Цифрлық ресурсты математикалық сауаттылық қолданбалы курс жоспарына негіздеп жасадым. Авторлық қолданбалы курс 34 сағаттан тұрады. Әр тақырып бойынша сәйкестендіріліп, авторлық платформа дайындалды. Платформаның алғашқы бетінде қосылу батырмасы арқылы сабаққа қосыла алады, немесе тіркелу батырмасын басу арқылы осы жерден тіркелуге де болады. Оқу курсы туралы білетін болсақ, оқу курсында түсіндірме сабақтан, видео сабақтан және әрі қарай әр тапсырма бойынша тест орындайды, және де мұғалімнің көмегін осы платформаның негізінде ала алады. Платформада оқушылардың тізімін мұғалімнің жеке кабинеті арқылы көруге болады. Бұл жерде тіркелген оқушылар, яғни тіркелген оқушылардың ақпаратын көре аламыз. Осы жерден бақылай алуға болады. Оқушыларды осы жерде шақыра аламыз, яғни шақырту түймесін басу арқылы оқушының электронды почтасына хат жібереміз. Сол хат арқылы оқушы келісім беріп, логин пароль арқылы өзінің жеке кабинетіне қосылады. Мына жерден оқушының аты жөнінің үстінен басып, оқушының қаншалықты тапсырманы орындағанын, меңгеріп жатқандығын қарауға болады. Бұл жерде тақырыптардың жанында ешқандай белгі жоқ болса, онда ол тақырыпта қаралмаған. Жасыл белгіше шықса, мына жерде заңдылық, 15-ші, 16-ші, 17-ші және 18-ші тақырыптарды оқушы қарап шыққан деген сөз сабақтарын белгісі тұр. Және соған орай астында тесттердің результаты көрінген, яғни 15-ші, 16-ші тақырыптар үшін оқушының нәтижесі мұғалімнің жеке кабинетінде көрініп тұрады. Сондай-ақ бұл жерде оқушылармен байланыс жасауға да зор мүмкіндік бар. Қоңырау шалуға, оқушыға хат жазуға осы платформа арқылы ыңғайлы. Программаның тиімділігі телефонға жүктеуге болады. App Store'дан немесе Play Market'тен осы бағдарламаны тартып аламыз. Яғни менде бұл бағдарлама жүктелген, сондықтан да ашу батырмасын басып, өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Оқушының жеке кабинеті осылай ашылады телефонда. Осы жерде логин парольмен кіреміз. Мінекей курс деген жерде осылай курс ашылады. Бұл жерде ашамыз. Ашқан уақытта мінекей бізге ашылып тұр математикалық сауаттылық курсы. Бірінші бөлімді ашамыз. Математикалық сауаттылық курсы тақырыптары және соған сай астында тесттері орналасқан. Енді осы жерден бір тақырыпты ашып көретін болсақ, бұл жерде ең кіші ортақ еселік және ең үлкен ортақ бөлгіш тақырыбын осылай ашамыз. Осы жерде берілген мәліметті оқушы танысады. Одан кейін төменде бейне сабаққа көз жеткізеді, яғни өзімнің YouTube каналымнан ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселікке арналған есептерді шығарылуын көрсететін боламын. Сол арқылы оқушы осы жерден бейне сабақты тамашалайды. Одан кейін тест тапсырмасын орындауға көшеді. Оқушы өзінің телефоны арқылы осылай тест тапсырмаларын орындайды, соңында өзінің нәтижесін көре алады. Мұғалімге арналған әдістемелік бұл PDF форматын ұсынып отырмын. Мазмұнынан тұрады. 3 бөліммен. Бұдан кейін мұғалімдерге арналған, яғни қысқа мерзімді осы курстың жоспарын алады. Бұл QR код арқылы PDF форматта ала алады, және оқу курсына тіркелу үшін осы QR кодпен жеке мәліметтерін жіберсе де болады. Түсінік хаты, бұл жерде курстың мақсат міндеттері, математикалық сауаттылық курстың бөлімдері және қысқаша түсіндірме жазылған. Кітапшада әр тақырып бойынша қысқаша мәлімет келтірілген, және де әр тақырыптың жанында QR код орналасқан. Сол QR код арқылы бейне сабақты көруге мүмкіндік ала алады, және әр сабақтан кейін өзінің сол сабаққа арналған тест жұмысын орындауға мүмкіндік алады. Кітапшаның ең соңғы бетінде тест тапсырмасының кілттері көрсетілген.